Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Отырыңдар. Сабақты бастаймыз. Ал біз кеше қандай тақырыпты өттік? Құмырсқаның үйлеуі. Құмырсқаның үйлеуі. Біз үйде не істеуіміз керек еді? Үйде не істеу керек еді? Кәні, Асылжан, үйде не істеу керек еді? 141-ші бет, 4-ші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Мәтінді түсініп оқу керек. Сұрақтарға жауап беруге дайындалу және жаңа сөздерді жаттау. Қазір не істейміз? Кітаптың бетін жабамыз, кітапты жабамыз. Кәні, балалар, өткен жаңа сөздерді есімізге түсіреміз. Бірінші сөздікті есімізге түсірейік. Кәні, сөздікті есімізге түсіреміз. Бірінші сөздік, екінші қатар. Нешінші қатар? Екінші сөздік. Қазір. Бірінші сөздік, екінші қатар. Бірінші сөздік, екінші қатар емес қой, нешінші қатар? Екінші қатар, бір ма? Бірінші бет. Бір. Кәні, көреміз. Кәні, жәндік. Кәні, кім көмектеседі? Жәндік. Жәндік жарайды. Есімізге насип болмайы. Ал, келесі. Кәні, келесі. Ердос. Бірінші сөздік, екінші қатар. Екінші сөздік. Екінші сөз. Жарайды, қазір. Құмырсқаның үйлеуі. Ал? Муравейник. Қазір көреміз. Дұрыс, жауабы дұрыс. Кәні, келесі. Кәні, тез. Бірінші сөздік, үш. Үш. Кәні, дернәсіл. Айтуға болмайды. Кәні, дернәсіл бізде кім айту керек еді? Ильяна айту керек еді. Личинка. Кәні, Ильянаны күту керек. Ал, келесі кім бізде? Руслан. Бірінші сөздік, 4. 4. Кетті. Ылғал. Кәні, күтеміз Руслан. Жауап бар ма? Жауап жоқ. Іншу. Влага дейді. Кәні, көреміз. Ылғал. Інжуге береміз. Влага. Дұрыс. Келесі. Ал, келесі. Ердос. Екінші сөздік, 3. Екінші сөздік, 3. Ғалымдар. Ердос. Ғалымдар. Кәні, есімізге түсіреміз. Кім айтар? Ғалымдар. Жарайды, жақсы. Жауап жоқ, Ғалымдар. Ученые. Келесі. Соңғы сөз. Аделя. Бірінші сөздік, 5. Кәні, тіршілік етеді. Живет. Кәні, көреміз, тіршілік етеді. Живет. Дұрыс. Кәні, Аделяға береміз. Ал, балалар, енді біз сұрақтар, енді мәтін бойынша, өткен тақырып бойынша сұрақтарға жауап береміз. Кәні, сұрақтар. Кәні, мына жерден таңдаймыз. Бірінші сұрақ, 1. Әрбір үйлеуде қандай құмырсқалар болады? Әрбір үйлеуде аналық, аталық, жұмысшы және құмырсқалар бар. Кәні, дұрыс. Жауап дұрыс. Кәні, келесі сұраққа кім жауап берді? Ильяна. Бірінші сұрақта, 2. Бірінші сұрақ, 2. Қандай құмырсқалар үйлеудегі ауаны ылғал
реттейді? Қандай құмырсқалар илеудегі ауаны ылғалды реттейді? Мәтінді оқуымыз керек еді. Әлі өспеген құмырсқалар ауаны ылғалды реттейді. Жұмысшы құмырсқалар илеудегі ауаны ылғалды реттейді екен. Жауап дұрыс емес. Келесі кәні сұрақ. Екінші сұрақ бірінші. Кәні, мынау ма? Екінші сұрақ. Қайсысы? Бірінші ма? Бірінші. Құмырсқаның неше түрі бар? Құмырсқалары 5.000 түрі бар. Қазір көреміз. Дұрыс екен, е? 5000-дай түрі бар. 5000-дай. Бұл жерде қателесіп кетіппіз балалар. Дұрыс, 5000-дай түрі бар екен. 5000-дай түрі бар. Ал, келесі сұрақ, кім айтады? Кім жауап береді? Асылжан? Екінші сұрақ. Екінші сұрақ? Сұрақ 5. 5, е? Екінші сұрақ 5-ші. Жарайды, жақсы. Аналық құмырсқалар неше жылға дейін тіршілік етеді? Аналық құмырсқалар неше жылға дейін тіршілік етеді? Тыныш. 3. Інжу. Аналық құмырсқалар 20 жылға дейін тіршілік етеді. Кәні жауабын көреміз. Аналық құмырсқалар 20 жылға дейін. Жауабы дұрыс, е? Жауап дұрыс. Ал енді соңғы сұрақ. Кәні кім? Кәні? Лада? Бірінші сұрақ. Үшінші. Бірінші сұрақ, үшінші. Кәні? Құмырсқалар илеуін неден жасайды? Илеуін неден жасайды екен? Құмырсқалар илеуін жасайды. Жапырақтан жасайды. Кім толықтырады? Құмырсқалар илеуін жапырақтан және жапырақтың сабағы жасайды. Сабағынан жасайды. Кәні? Дұрыс, е? Жарайды. Кәні? Саған толық жауап беру керек еді. Соңғы сұрақ дейді балар. Соңғы сұрақ. Ал, кәні? Кім? Аделя? Екінші сұрақ 3. Екінші сұрақ 3. Құмырсқа дернәсілінен нелер жасайды? Құмырсқаның дернәсілінен нелер жасайды? Құмырсқаның дернәсілінен дәрі жасайды. Кәні көреміз. Дәрі жасайды екен. Жақсы балдар, жақсы. Ал. Қазір. Жақсы балдар. Біз кеше құмырсқаның илеуі туралы білдік, өттік. Кеше қандай жаңа сөздермен таныстық? Илеу. Құмырсқа. Дернәсіл. Ылғал. Өсімдіктің тіршілік етеді. А осы тіршілік етеді деген сөзді қандай сөзбен алмастыруға болады? Өмір сүреді. Жарайды. Біз бүгін әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз балалар. Мына суретке қараймыз. Мына суретке қарап, бүгінгі тақырыпты болжайық. Мынау не балалар? Мынау не? Теңіз. Дұрыс айтады. Теңізді біз орысша не дейміз? Теңіз. Теңіз дегеніміз не? Аделя? Море. Теңіз дегеніміз бұл море екен, море. Яғни бүгін біз сабақта не туралы әңгімелейміз? Теңіз туралы әңгімелейміз балалар. Қазір қандай теңіз туралы әңгімелейміз? Мінекей, мынау теңіз. Мынау теңіз. Мына теңіздің жанында Қазақстанның қандай қаласы орналасқан екен? Ақтау. Яғни мына Ақтау қаласы орналасқан Каспий теңізі туралы айтамыз. Енді бүгінгі сабақта сендер материал мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер. Тыңдалу мәтіні бойынша түйінді ақпараттарды сәйкестендіресіңдер. Мәтін мазмұнына сәйкес кесте толтырасыңдар балалар. Бүгінгі осы мақсатпен біз жұмыс істейміз. Әрі қарай. Енді мынау
өзін-өзі бағалау парағы. Материал мазмұны бойынша сұрақтарға жауап берсеңдер 3 балл аласыңдар. Мәтінді тыңдап, мәтін бойынша ақпаратты сәйкестірсеңдер 4 балл аласыңдар. Тыңдалған мәтін мазмұн сәйкес дұрыс-бұрыс ақпаратты анықтап, кесте толтырсаңдар 3 балл аласыңдар. Яғни сабақта жалпы 10 балл алу керек. Ал бүгінгі жаңа сөздер балалар. Жаңа сөздер дегеніміз не Руслан? Жаңа сөздер. Новые слова. Новые слова. Бүгінгі сөздер мыналар екен. Бағалау, тыңдаймыз жақсылап. Бағалау, көгал, уылдырық, қоқиқаз, шағала, қорек. Енді осы сөздерді оқимыз. Ердос аудармасымен оқимыз. Бағалау, ценить, оценить. Көгал, газон, уылдырық, икра, қоқиқаз, фламинго, шағала, чайка, қорек, питан. Бәріміз енді хормен айтайық. Бағалау, көгал, уылдырық, қоқиқаз дегеніміз құс балалар. Шағала, қорек. Ал мынау не екен? Регина, мынау не? Регина, дұрыс айтты, көгал. Мынау не? Руслан, уылдырық. Мынау не екен? Ясмина, қоқиқаз. Влад, мынау не? Лада? Шағала. Кім сағат тілмен айтып шығады? Асылжан. Жоқ, өзі қарап есіне сақта. Ердос. Көгал, уылдырық, қоқиқаз, Шағала. Көгал, Көгал. уылдырық, қоқиқаз, Шағала. Жарайды, жақсы. Енді қазір балалар кітапты ашамыз. 143-ші бет. 143-ші бет. Мына суретке қарай. Кітапта да бар балалар, кітапта да сурет бар. Мына суретке қарай. Мынау қай теңіз екен балалар? Қай теңіз? Ол Каспий теңізі. Каспий теңізі. Мінекей, мына жерде Каспий теңізі. Оның жағында қандай қала орналасқан екен? Оның жағында Ақтау қала орналасқан. Енді Ақтау қаласы орналасқан екен. Жарайды. Енді Каспий теңізі туралы естідік пе? Естідіңдер ме? Да, Каспий туралы естідік. Енді келесі. Каспий теңізі Қазақстанның қай аймағында орналасты? Аймақ это регион. Мынау Қазақстанның картасы. Мынау қай аймағында орналасқан? Қазақстанның қай аймағында орналасқан? Шығыс па? Қай аймақ? Ақтау. Қай аймағында? Мынау қай аймақ? Север. Қалай болады? Солтүстік. Мынау юг. Оңтүстік. Это восток. Шығыс. Мынау запад. Дұрыс айтады. Қандай? Сонда Каспий теңізі Қазақстанның қай аймағында орналасты? Кім айтады? Қазақстанның қай аймағында орналасқан? Каспий теңізі Қазақстанның Каспий теңізі Қазақстанның батыс аймағында орналасқан. Асылжан тағы қайталаймыз. Каспий теңізі Қазақстанда батыс аймақта орналасқан. Батыс аймағында орналасыпты. Енді Каспий теңізінің жағасында қандай қала бар? Каспий теңізінің жағасында қандай қала бар? Каспий теңізінің жағасында қандай қала бар? Каспий теңізінің жағасында Ақтау қала бар. Ақтау қаласы бар екен. Тағы қайталаймыз. Лада, Каспий теңізінің жағасында қандай қала бар екен? Каспий теңізінің жағасында Ақтау қала бар. Ақтау қаласы бар екен. Жарайды, жақсы. Енді суретке қараймыз, кітаптағы суретке және мына суретке қараймыз. Мынау қай теңіз екен?
мынау қай теңіз екен? Регина, қай теңіз? Қай теңіз? Каспий теңізі екен. Кітапқа қарадық бала. Неше мемлекеттің жағасында, неше мемлекет орналасқан? Жағасында. Жағасында бес мемлекеттер орналасқан. Мемлекет дегеніміз не? Мемлекет. Страна, государство. Қандай мемлекет екен? Қараймыз да айтамыз. Қандай мемлекеттер орналасқан? Надан бастаймыз? Дұрыс, Қазақстан. Иран. Бастаймыз бәден? Түркменстан. Онан кейін қай қала? Иран. Ресей. Мынау қай мемлекет? Азербайжан және Руслан. Кітапқа қараймыз, кітапта бар ғой сурет. Ресей. Сонда мына Каспий теңізінің жағалауында қанша мемлекет орналасқан екен? Інжу, қанша мемлекет орналасыпты? Кітапқа қарай, қанша, сколько государств? На берегу Каспийского моря. 5 мемлекет. Кітапқа қарада айтып жүрші, Аделя, қандай мемлекет екен? Қазақстан. Иә. Түркменстан. Иран. Азербайжан. Ресей. 5 мемлекет орналасқан екен. Енді қанша бөлігін алып жатыр? Осы Каспийдің қанша бөлігін, қанша пайыз, это, ребята, процент? Қазақстан қанша пайызын алып жатыр екен? 29 пайызын. Пайыз, это процент. Ал келесі, Ресей қанша пайызын алып жатыр екен? Кітапқа қараймыз балалар. Келесі. Ресей, қарай, қанша пайызын алып жатыр екен? Ресей 9 пайызын алып жатыр. 9%, иә? Ресей 9 пайызын алып жатыр. Азербайжан қанша пайызын алып жатыр екен? 20 пайызын дұрыс айтады. Түркменстан қанша пайызын алып жатыр? 21 пайыз. Ал Иран қанша пайыз алып жатыр екен? Иран 14 пайыз алып жатыр. Ал ең үлкен бөлігін алып жатқан қай мемлекет екен? Ең үлкен Қазақстан алып жатыр екен. 29 пайыз. Мына нешеде 29 пайыз осы Каспий жағалауында орналасқан екен. Енді кітабымызды ашамыз, балалар. Кітапты ашамыз. Қазір мен мәтінді оқимын. Мәтінді жақсылап тыңдаймыз. Сонан кейін осы мәтін бойынша тапсырмалар орындаймыз. Ал кеттік, кітапқа қараймыз бәріміз, кітапқа қараймыз. Теңіз маңында. Мен Ақтауда тұрамын. Ақтау қаласы Каспий теңізінің бойында орналасқан. Каспий теңізі өте үлкен. Теңіз солтүстіктен оңтүстікке қарай 1200 километрге созылып жатыр. Руслан, кітапқа қараймыз. Каспий теңізінде балықтардың көптеген түрлері бар. Олардың ішінде қызыл балық аса қымбат бағаланады. Оның қара уылдырығы өте қымбат бағаға сатады. Жазда отбасымен бірге теңізге шығамыз. Қайыққа отырып, балықтарды қызықтаймыз. Теңіздің маңында құстар да жүреді. Кептер, шағала, қазүйрек және аққулар бұл маңда өте көп. Қазақстанда сирек кездесетін қоқиқазы да Каспийдің жағасынан көруге болады. Бұл құстар көгалдан гөрі судың маңынан өз қоректерін оңай табады. Отбасымызбен құстарға жем бергенді ұнатамыз. Теңіз жағасын қоқыстан тазалау жұмыстарына қатысамыз. Міне, қазір балаларымыз теңіз маңында деген мәтінмен таныстық. Сендерге мынандай тапсырма. Қазір мәтінді 1 минут іштей оқимыз. 1-2 минут өзіміз оқимыз. Читаем про себя. Сонан кейін сұрақтарға жауап береміз. Читаем про себя. Текст читаем про себя. Егер түсінбесек, сұраймыз. Жарай ма? Ал кеттік. Қолды жөндеп портал қойып отырамыз. Регина қолын шығарып отыр.
Оқып болдық па? Кәне, болдық па, болған жоқпыз ба? Болдық. Түсінікті мен түсінбейтін сөздер бар ма? Түсінбейтін сөздер жоқ, жарайды. Ал енді бұл мәтін неше бөліктен тұрады? Неше бөліктен тұрады? Бұл мәтін 5 бөліктен тұрады. 5 бөліктен тұрады. Бірінші бөлік не туралы екен? Кім дұрыс жауап береді? Сол алып отырамыз. Жарайды, 5 бөліктен тұрады екен. Бұлар алмай-ақ қой, керек жоқ. 5 бөліктен тұрады. Бірінші бөлікте не туралы айтылады? Бірінші бөлікте. Бірінші бөлік Ақтау қаласының айтып жатыр. Кім айтып жатыр? Бала. Бала айтып жатыр. Жарайды, жақсы. Ал Ақтау қаласы туралы айтты бала. Тағы не туралы айтты? Тағы не туралы айтты? Ильяна, бала Ақтау қаласында тұрады және Каспий теңізі бойында орналасқан. Не орналасқан? Ақтауда Каспий теңізі бойында орналасқан. Және ол қанша километр дейді? Ол 1200 километрге созылып жатыр. Ал екінші азат жолды қараймыз. Екінші азат жол. Не туралы айтылып жатыр? Екінші азат жол. Екінші азат жол қызылбалық туралы айтып жатыр. Қызылбалық туралы айтылып жатыр. Және қандай балық қымбат бағаланады? Дұрыс, қандай балықтың уылдырығы қымбат бағаланады. Жарайды, ал үшінші бөлікті қараймыз. Үшінші бөлікте не туралы айтылады? Жазда бала отбасымен бірге теңізге шықты. Дұрыс, теңізге шықты. Дұрыс, жарайды. Ал келесі бөлікте не туралы айтылады? Аделя. Теңізге Кітапқа қараймыз. Теңізде Лада. Теңіздің маңында кептер, жағала, көкеказды, аққулар бар. Жарайды, жақсы. Және сирек кездесетін қандай құс туралы айтады? Сирек кездесетін қандай құс туралы айтады? Қазақстанда сирек кездесетін. Сирек теңізде көкқаз. Қоқиқаз туралы айтады екен. Ал соңғы азат жолда не туралы айтады? Кітапқа қараймыз. Соңғы азат жолда, кәне Ердостан басқа соңғы азат жолда не туралы айтады? Ильяна, балалар не істейді? Бала не істейді? Балалар құстарға жем берген. Жем береді екен, жем бергенді ұнатады екен. Тағы, Асылжан? Теңіз жағасын қоқыстан тазалау жұмыстары қатысады. Жарайды, жақсы. Сонымен біз мына мәтінде не туралы білдік? Мына мәтінде? Не туралы білдік? Асылжан? Бүгін не туралы білдік? Теңіз маңында бүгін Каспий теңізі туралы оқыдық. Каспий теңізі туралы оқыдық. Қазір енді осы мәтінмен жұмыс істейміз. 3 топқа бөлінеміз. Ердос, сен мәйік отыршы. Кітабын алды, мәйік отыр. Бер қара. Қазір 3 топпен жұмыс істейміз. Бірінші топ не істейді? 3 топ. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Бірінші топ сөйлемдерді дұрыс ретімен орналастырасыңдар. Мен қазір мына кітапты жауып қоямыз, балалар. Кітапты жауып қоямыз. Кітапты жауып қоямыз. Мына сөйлемді дұрыс орналастырасыңдар. Мына жерге бірінші қай сөйлем? Циклмен беретініміз. 1, 2, қай сөйлеммен басталады бірінші сөйлем? Түсіндік ма? Ретімен орналастырамыз. Түсіндік па? Жұмыс істейміз. Екінші топ сөйлемнің дұрыс бұрыстығын анықтаймыз. Мына сөйлемдерді оқимыз. Сөйлемдерді оқимыз ба? Егер мына сөйлем дұрыс болса, плюс қоямыз. Түсіндік ма? Белгі қоямыз мына жерге. Бұрыс болса мына жерге қоямыз. Сөйлемді оқу керек. Үшінші топ. Мына сөз тіркестерін сәйкестендіреміз. Соединяем слова. Вот словосочетание. Мына сөз қай сөзбен байланысады? Ручкамен байланыстырамыз.
ақылдасамыз, жақсылап тұрып оқып, не өздерің ақылдасыңдар, біреу ғана сызады. Хорошо? Ал кеттік. Балалар. Қараймыз. Теңіздің айналасында қоқыстар қалдыруға болмайды дейді. Дұрыс па, дұрыс па? Қалдыруға болады ма, болмайды ма? Дұрыс, неше болмайды деп отыр. Бұл жерде не істейміз? Не қоямыз? Белгі қойып қоямыз, белгі қоямыз. Аха. Иә. Каспий теңізінде қызыл балық жоқ дейді. Бар ма, жоқ па? Дұрыс. Дұрыс, солай орындаймыз. Мәтінді есімізге түсіреміз. Үшіншіні оқимыз. Түсініп жатырмыз ба? Болды, е? Ал, енді қазір не істейміз? Ердос, енді белгілейміз. Мынаны тексереміз. Бірінші дұрыс па екен? Мен ақтауда тұрамын, дұрыс. Екінші ақтау дұрыс екен, е? Белгілеп қоямыз. Мына жер белгілеп отыр. Ақтау қала, Үшінші, Каспий теңізі өте үлкен. Дұрыс, мынаның қасына қойып қой, дұрыс. Каспий теңізінде балықтың көптеген түрлері бар. Төртінші, дұрыс. Міне дұрыс. Жазда отбасымен теңізге шығамыз. Жақсы. Бесінші, алтыншы, теңіздің маңында құстар жүреді. Алтыншы, бұл дұрыс емес екен, е? Жетінші, қоқиқазды Каспий жағасынан көруге болады. Жетінші. Дұрыс емес екен. Сегізінші, отбасымен, ол дұрыс. Сонда біз 8 сөйлемнен екеуі қате екен, екеуі қате. Жақсылап тұрып, мәтінді оқып отырамыз. Жақсы. Ал болықта, ал енді қазір тексереміз. Қай жері дұрыс, қай жері бұрыс. Тексереміз. Бірінші, дұрыс. Дұрыс. Бұлай белгілеп қоямыз. Дұрыс болса белгілейміз. Дұрыс, белгілеп отыр. Екінші қараймыз. Дұрыс. Үшінші, дұрыс емес не жерге минус қойып қой. Бұрыс. Бір қате. Төртінші дұрыс па? Дұрыс. Белгі қойып қой. Белгі дұрыс деген белгі қойып қоямыз. Дұрыс. Бесінші, дұрыс. Алтыншы, дұрыс. Соңғы, дұрыс. Сонда сендер сөйлемнен бір қате, бір қате сендерде, бір қате. Жарайды, жақсы. Ал, балалар, сендер болыңдар ма? Сендер кітапты ашып, мәтінді оқып отырдар, кітапты ашамыздар, мәтінді оқимыз. Ал, тексереміз. Балықтың түрлері бар. Дұрыс па екен? Бұл дұрыс емес. Келесі, ақтаудың жағасында. Бұл дұрыс. Маңында шығамыз. Маңында жүреді. Бұл дұрыс емес. Теңіз өте үлкен. Бұл дұрыс. Балықтарды түрлері. Балықтарды қызықтаймыз. Бұл дұрыс емес. Уылдырығы көруге болады дейді. Уылдырығы өте қымбат. Бұл дұрыс емес. Жазда теңізге шығамыз. Бұл дұрыс емес екен. Қоқиқазды көруге болады. Қоқиқазды көп, бұл дұрыс. Сонда бізде қанша? 8-ден 1, 2, 3, 4. Төртеуі ғана бізде дұрыс. Сендерге 4 ұпай. Сендерге қанша ұпай? Сендерде 2 қате. Сендерде қанша қате? 1 қате. Сендерде 1 қате. Жарайды, жақсы. Ал. Енді қазір балалар кітапқа қараймыз да осы мәтін бойынша кітапты ашамыз. Қазір мәтінді бір рет оқып шығамыз да сұрақ құрастырамыз. Ауызша сұрақ құрастырамыз мәтінге. Енді жеке жұмыс. Самостоятельная работа. Мына мәтінге сұрақ құрастырамыз. Бастадық. Дайынбыз ба? Ал, баста. Өзімізге ал. Мәтінде не туралы айтып жатыр. Жарайды, жақсы. Каспий теңізінде көп балықтар бар ма? Дұрыс, жақсы. Каспий теңізде қызыл балық жоқ па? Бар ма?
Каспийде басқаша құрастыршы, кішкене күрделеу. Сен ойлана тұр, Ильяна? Каспий теңізінде қандай құстар бар? Жақсы, жақсы. Ал Руслан? Каспий теңізі қандай дейді? Жақсы. Руслан, кәнің? Сұрақ бар ма? Кімде сұрақ бар? Кәнің кімде? Лада? Теңіз солтүстіктен қандай Қанша? неше километрге Қарауға болады? созылып жатыр? Созылып жатыр. Книга смотрим, ага. Жарайды, жақсы бұлар. Каспий теңіз балық бар. Каспий теңізінде балықтар бар ма? Бар ма? Жарайды. Олар қай қалада тұрады? Дұрыс, жақсы. Кәнің? Теңіздің маңында құстар бар ма? Теңіздің маңында құстар бар ма? Регина, сенің сұрағың? Кәнің? Регина, сұрақ бар ма? Үнжу? Каспий теңізі қандай? Каспий теңізі қандай? Болды ондай сұрақ бізде? Каспий теңізі қандай құстар бар? Болды ондай сұрақ бізде? Қызыл балықтың уылдырығы қаншаға бағаланады? Қалай? Қалай бағаланады? Иә, қызыл балықтың уылдырығы қалай бағаланады? Каспий теңізі қандай балық? Ау? Каспий теңізі қандай балық? Сәл сұрағымыз дұрыс емес, басқаша. Ал соңғы сұрақ құрастырайықшы, соңғы. Кәні? Бір сұрақ құрастырайық. Кәні? Тағы? Теңіздің маңында қандай құстар көруге болады? Қандай құстарды көруге ондай сұрақ болған бізде, Ильяна қойған. Және бала, соңғы бөлікте сұрақ құрастырайықшы. Бала қай жерде тұрады? Жоқ, соңғы бөлікте, вот. На последнюю часть составляем вопросы. Бала отбасымен құстарға не береді? Дұрыс айтты. Бала отбасымен құстарға не береді? Тағы бір сұрақ құрастыруға болады екен осы? Бала мен отбасымен не ұнатады? Иә, бала отбасымен нені ұнатады. Жарайды, жақсы балалар. Енді қазір балалар, біз кішкене сабағымызды қорытындылайық. Біз бүгін қандай теңіз туралы білдік? Біз бүгін Каспий теңізі көрдік. Иә, Каспий теңізі туралы білдік. Өзіне бір ұпай қосып қой, сызып қойна, қағазға бір сызып қой, қаламмен сызып қой. Біз Каспий теңізі туралы білдік. Менде қағаз жетпей жатыр балалар. Каспий теңізі туралы білдік. Ал енді Каспий теңізі Қазақстанның қай жағында орналасқан екен? Каспий теңізі Қазақстанның батыс жағында орналасқан. Және ал бұл Каспий теңізінде қандай сирек кездесетін құс бар екен? Каспий теңізінде сирек кездесетін көруге болады. Жарайды, жақсы. Ал осы Каспий теңізі неше мемлекетке ортақ екен? Каспий теңізі 5 мемлекетте ортақ. 5 мемлекетке ортақ екен. Жарайды, жақсы. Енді балалар, қазір сабағымызды аяқтай отырып, бүгін біз Каспий теңізі туралы өттік. Қандай жаңа сөздермен таныстық? Қоқи қазір бір пай қойып қосып қой. Тағы? Уылдырық. Қызыл балық. Көгал. Біз бүгінгі өткен жаңа сөздер екен. Ал балалар, кәнім? Шағала. Жарайды, жақсы. Енді балалар, біз бүгін Каспий теңізі туралы білдік. Оның 5 мемлекетпен шектесетінін білдік. Ал осы сабағымызды аяқтай отырып, үй тапсырмасын аламыз балалар. Үй тапсырмасы не істеу
керек. Мәтінді оқимыз 144-ші бет, 4-ші тапсырма. Енді 144-ші бет, 4-ші тапсырма. Мәтінді оқимыз, жақсылар түсініп дайындап келеміз, түсініп дайындап келеміз. Ал енді бүгінгі сабақта сендердің ойыңша кім жақсы жұмыс істеді? Кәні өз ойымызды айтамыз. Кім жақсы жұмыс істеді? Кім жақсы жұмыс істеді? Ердос жақсы жұмыс. Ердос жақсы жұмыс істеді. Ердос пен Ильяна. Ердос пен Ильяна жақсы жұмыс істеді. Бәрі жақсы жұмыс істеді. Бәрі жақсы жұмыс істеді. Жарайды, жақсы. Енді қазір Ильяна, сенің ойыңша кім жақсы жұмыс істеді? Ердос, Асылжан, Аделина, Эсмина. Жақсы жұмыс істеді. Жарайды, жақсы. Енді қазір бала, бүгінгі сабақ бізге ұнаса, бас бармағымызды бұлай көрсетеміз. Егер сабақты түсінбесек, бұлай, егер онша ұнамаса, бұлай көрсетеміз. Ал егер сабақ тіпті ұнамаса, бас бармағымызды төмен көрсетеміз. Ал сабақ сендерге ұнады ма? Сабақ бәрімізге ұнады. Балалар, маған да сендердің бүгін сабаққа қатысқандарың ұнады. Мен де сендерге мынандай баға беремін. Орнымыздан тұрамыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Жақсы.